Крит тайпасының үндістері оны аруақтар бейі деп атаған. Финляндияда оны қарлы далада жүгірген отты түлкінің құйрығынан көкке шашылған ұшқындар дейтін. Көне Қытайда оны көкте айқасқан ізгі және зұлым айдаһарлардың жалыны деп санайтын. Қазірдің өзінде бұл жұмбақ оттарды римдік таң шапағы тәңіриясының атымен Аурора деп атайды. Аурора немесе поляр шұғыласы Арктика мен Антарктикадағы ауроралық аймақ делінетін ауданда көрінетін аспандағы оттар. Солтүстік полюс маңындағы оттар Аурора Бореалис немесе солтүстік шұғыласы деп аталады. Оңтүстік полюс маңындағы оттар Аурора Аустралис немесе оңтүстік шұғыласы деп аталады. Олардың түсі әдетте жасылдау, бірақ кейде көк, күлгін, қызғылт, тіпті қызыл. Шұғыла үнемі қозғалып және пішінін өзгертіп тұрады. Кейде оның көмескілігі сондай оны бұлтпен шатастырады. Ал кейде оның жарығы кітап оқуға жеткілікті. Бұл ғажайып оттарды не туғызады? Шын мәнінде шұғыла өз бастауын күннен алады. Күн энергиясы өте қуатты болғандықтан айналасындағы газдарды қатты қыздырады. Күннің титімдей бөлшектері одан секундына 750 км жылдамдықпен ұшып шығады. Бұл бөлшектер ағыны күн желі деп аталады, және жер оның тура өтінде. Күн желі жасанды серіктерді істен шығарып, ғарышкерлерге зиян келтіруі мүмкін. Алайда жерді оның магнит өрісі қорғап тұр. Жердің балқыған темір ядросы тез айналып, оны алып магнитке айналдырады. Жер төңірегіндегі магнит өрісі магнитосфера деп аталады. Және магнит тәрізді оның да солтүстік және оңтүстік полюстері бар. Жер магнитосферасы күн бөлшектерінің көбін ауытқытып жібереді. Бірақ кейбірі атмосфераға еніп кетеді. Электр заряды бар мұндай бөлшектер атмосфераға соғылғанда оттегі мен азот атомдарын қоздырып, түрлі түсті әдемі нұр шашуға мәжбүрлейді. Жердегі поляр шұғыласын көргіңіз келсе, полюстер маңына сапар шегіңіз. Бірақ кейде күн белсенділігі артқанда шұғыла орта ендіктерден де байқалуы мүмкін. Мына суреттер 2023 жылғы көкекте Испанияда және Батыс Қазақстанда түсірілген. Шұғыланы ғарыштан да көруге болады. Ол солтүстік және оңтүстік полюстың айналасындағы сақина түрінде көрінеді. Жер поляр шұғыласы бар жалғыз ғаламшар емес. Ол сондай-ақ Марс, Юпитер, Сатурн, Нептун мен Ураннан да бақыланған. Жердегі сияқты, басқа планетадағы поляр шұғыласы да полюстер маңында жарқырайды. Түнгі аспанда жарық шымылдығы тербелгендей. Осы ғажап көрініс адамзатты мыңдаған жыл бойы сүйсінтіп келе жатыр. Поляр шұғыласы аспандағы ең әдемі құбылыстың бірі, және туған планетамыздың күнмен байланысының көрнекі дәлелі.